Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі жаңа тақырыбымызды жазып қойыңыздар. Сабақтың тақырыбы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Біз сіздерге лекцияны мен жіберіп қойдым. Міне, ұжымдастыру кезеңінде үш бағытта болды. Біріншісі коммуна, екінші артель, үшінші тоз. Яғни осы кезде халықтың жағдайы өте нашар болды. Ұжымдастыру қарсаңында ауыл шаруашылығын ұжымдастыру ең бірінші қолға алынды. Жайлаудағы ол кезде халық ұжымдастыруға әлі дайын емес еді. Жайлаудан қыстауға көшіруге, одан қыстаудан жаңағыдай мал шаруашылығымен айналысатын адамдар өте қиналып қалды осы кезде. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру ең бірінші компескілеуден басталды. Бай адамдармен одан кейінгі орташа төмен, яғни орташа төмендердің арасына темір шатырлы үйде тұратын адамдарды да қосты. Міне осы кезде адамдардың көбісі наразылыққа ие болып, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру өте қиын жағдайға жетті. Жазып отырамыз. Бірінші жоспар бойынша жазып отырмыз ба? Жоспар бойынша қарастыратын болса, ұжымдастыру қарсаңында қазақ ауылын жазайық. Екінші, Қазақстанда ауыл шаруашылығын қайта құрудың сталиндік, голощекиндік моделін жазамыз. Үшінші, ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру. Төртінші, ұжымдастыру саясатына қарсы шаруалар толқуы. Яғни, осы ұжымдастыру кезеңіндегі өте жағдай қиын болды. Біздің қазақ халқына ауыр тиді, бірақ оны сол кездегі сталиндік, голощекиндік тоқыраулар қатты әсер еткенін біздің қазақ халқы өзі баяндай алады. Міне осы кезде біздің көпшілік қазақ халқымыз жартылай басқа жаққа көшіп кетті. Оның салдарынан көбінесе жаңа осы ұжымдастырудың салдарынан ашаршылыққа душар болдық. Ашаршылық кезінде адамдар сол өзінің мекен еткен жерінде ұзақ мекендей алмады. Оларға жаңа қатты ашаршылық, тапшылық келтіргеннен кейін басқа жаққа көшіп кетуге душар болды. Ең бірінші аштық кезіндегі біздің қазақ халқының шығарған өзінің өлеңдері бар. Аты аталатын қандай өлеңдер екенін білесіздер ме? Елім-ай деген өлеңі бар. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ата жұрттан айырылған қиын екен, екі көзден мөлтілдеп жас келеді деген осы біздің елім-ай деген қазақ халқының өзінің ауыз-ауыз әдебиетке жеткен өлеңі бар еді. Міне осы ашаршылық салдарынан қиын жағдайға тап болды. Көп ол кезде ит, құста барлығы аштыққа ұшырады. Жаңағы осы бір әңгімені айта кететін болсақ, біздің аналарымыз өзінің ер баласын сақтап қалуға, жаңағы ұрпақ көбейет деп, жаңағы итке өзінің қыз баласын тастап кеткен кездерде болды. Міне осындай жағдайлар өте көп болды. Ол кезде ауыл шаруашылығын ұжымдастыруға, сталиндік, голощекиндік тоқырауларға оған біздің қазақ халқы дайын емес еді. Міне осы кездегі ашаршылық жайлы үйден көбірек мағлұмат алып, осы тапсырмаларды орындап, оқып келуге сіздерге ұсынамын.